Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Мен Жұмағалиева Алуа Әлібекқызы, Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 4-ші курс студентімін. Бүгінгі видеомда өзімнің кәсіптік практикамды қалай өткенім жайлы есеп беремін. Мен Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Жарма ауданы бойынша білім бөлімінің номері 236 орта мектебінде практикамды атқардым. Практикам 2022 жылдың 3 қаңтарынан 2022 жылдың 12 ақпан аралығында өтті. Практикамның алғашқы 2 аптасында мектеппен танысу, сыныптарды бөлу, қауіпсіздік ережесі, күнделік кезет, онлайн мектеп платформаларымен танысу, сынақ сабақтарын өткізу кестесін жасау, күнтізбелік тақырыптық жоспарлаумен танысу, оқу жүктемесі және кітаптағы жаңа модульдермен танысу сияқты жұмыстар жүргізілді. 17 қаңтардан бастап 2 апталық онлайн оқу формасы басталды. Мен 5А, 5А, 6, 7, 8 сыныптарына ағылшын тілінен сабақ беріп және 6 сыныпқа сынып жетекшілік жүргіздім. Практика барысында Excel for Kazakhstan атты кітаптармен жұмыс жасадым. Әр сыныптың сабағына күнтізбелік тақырыпты жоспарға сай жүргіздім. Практика кезінде ағылшын тілінен 2 ашық сабақ және 1 ашық тәрбие сағатын өткіздім. Педагогикалық практика барысында теория жүзінде алған білімімді практика жүзінде іске асыруға мүмкіндік алдым. Оқушылармен тіл табысы, білімімді, тәжірибемді шыңдадым. Ағылшын тілі сабақтарында әртүрлі үйрету әдістерін қолданып, бірнеше есте сақтау жаттығулары мен техникаларды толықтай меңгердім, яғни балаларға, оқушыларға да үйреттім. Оқушылардың білімдерін сырттай бақылап, тиісті бағаларын қалай қою керектігін анализ жасауды үйреніп, күнделік кезет платформасына жүктеуді үйрендім. Балалармен тіл табысудың қазіргі заманауи психологиялық түрлерін үйрендім. Мектеп мұғалімдері бәрін түсіндіріп, оқушылармен қалай жұмыс жасау керектігін, әр баланың психологиясын толықтай айтып үйретті. Заманауи технологияларды және оқыту методикаларды қолдана отырып, оқушыларды топтық ішінара жарыстарға қатыстыруды үйрендім. Және де ашық ағылшын тілі апталығына өз үлесімді қостым.